Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Аяулым. Мен осы каналдың авторымын. Бүгін менде бет ашар десем де болады. Өйткені мен өзімді осылай камераға көрсетіп жатырмын. Яғни мен үшін бұл ерекше видео. Сіздер білесіздер, мен карш тағамдарын өте қатты жақсы көремін. Соның ішінде осындай джампон деген тағам бар. Бұл морепродуктылардан жасалады және лапша қосылады. Оригинал рецептісін әрине мен білмеймін, және де мен оны жеп көрген емеспін ешқашан. Кафеде жегендер маған ұнамады. Тек қана осындай пачкадағыларды жеп көргенмін. Мана продавец ұсынды, ішінде морепродуктыларының дәмі жақсы деп. Сондықтан осыны алдым. Бағасы примерно 800 теңге, яғни $2. Осыны менімен бірге жасап жеп көрулеріңізге кеңес беремін. Лапшасы прям қалың. Өте оңайшылық. Морепродукт olsun içinde şar. Джампонның аты, кстати, мат джампон. Мен уже иісін сезіп жатырмын. Морепродукты міне көріп тұрмын. 1, 2, 3. Какой-то неменелердің. Кальмар ма, сондайлардың. Сондайлардың кішкентай бөлшектері. Основа. Прям лапшасы аппетитный такой. Иісі де керемет. Енді осылай 4 минутқа қалдырамыз. Иісі деген керемет. 4-5 бір морепродукт кусоктары бар екен. Кішкене морская капуста бар. И маған прям лапшасы ұнады. Міне қараңыздар, қандай қалың, прям. Жай рамиондарда мынандай лапша ешқашан көрген емеспін. Морепродукттың иісі, кстати, прям қатты емес. Равномерно прям. Дәмді өте. Лапшасы керемет дәмі. Сорпасының дәмі көрек. Ашшылығы да керемет прям. Ішінде еще нелер бар екен. Морковь, сладкий перец вижу. Капуста ма сондай жүр. Біраз зат бар екен шынымен. Жай рамиондарда мынандай көп зат болмайды негізі. Иісі деген керемет. Оператордың да жегісі кеп тұр ғой деймін. Мен бірақ үстімді кірлетіп жатыр. Азап кішкене бір. Мен ішіндегі морепродуктысын іздеп жатырмын негізі. Байқамай жеп қойдым ба, білмеймін. Короче, я не нашла.
Жалпы лапша өте дәмді. Кстати, мен ұзатқыш киіп алдым. Онсыз болмайды екен. Үстімді кіретіп алдым. Жай рамендарға қарағанда, жай жампоңдарға қарағанда өте дәмді. Сондықтан алып көруге кеңес беремін. Бірақ морепродуктларды таба алмай алдым, білмеймін, жоқ болып кетті. Жеп қойдым. Ащылығы да өте прям керемет. Сондықтан алып жеп көрулеріңізге болады. Міне табылды. Тауып алдым, ең түбінен шықты. Білмеймін, менің қалдықтар екен. Бұл менің алғашқы осындай түсірген видеом, сондықтан кемшіліктерім болса сөкпеңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет.